Қайырлы күн, достар! Орысша оңай каналына қош келдіңіздер. Бүгін әуежайда, аэропортта пайдаланатын сөздермен үйренетін боламыз. Как проехать в аэропорт? Аэропортқа қалай баруға болады? Какие маршруты едут в аэропорт? Қандай маршруттар жүреді аэропортқа? По каким дням вылетают самолеты в Турцию? Қай күндері ұшақтар Турцияға ұшады? Когда будет следующий самолет? Келесі ұшақ қашан ұшады? Когда отправляется рейс? Рейс қашан ұшады? Когда прилетает в Турцию? Қашан Турцияға келеді? У вас есть билеты на рейс? Сізде осы рейске билет бар ма? Когда начинается регистрация билета в аэропорту? Әуежайда билеттер тіркеуі қашан басталады? Уже объявили регистрацию посадку на рейс? Рейске басталды. Тіркеу басталды. Сколько часов продлится полет? Ұшу қанша сағатқа созылады? На какой высоте мы летим? Біз қандай биіктікте ұшып келеміз? Где будет первая посадка? Бірінші аялдама қай жерде болады екен? У меня заложило уши. Құлағым бітіп қалды. Где можно получить багаж? Жүкті қайда алуға болады? Объявляется посадка на рейс Дубай. Дубайға рейс басталды. Пристегните ремни. Белдіктеріңізді тағыңыз. Во время полета запрещается курить. Ұшу кезінде темекі шегуге рұқсат жоқ. Самолет идет на посадку. Самолет қонуға бет алды.